Сәлем оқушы, бүгін біз сенімен биылда 2023 жылы келген тестті талдайтын боламыз. Яғни бұл үшінші нұсқа екен, 2023 жылғы. Әже 30 литр суды 5-3 литрлік және 4-2 литрлік банкаларға, қалғанын жарты литрлік банкаларға құйды. Әже жарты литрлік қанша банка пайдаланды? Бұл жерде мынандай теңдеу құрастырсақ болады. Мысалы, 5 көбейту 3 дейміз. Өйткені 5-3 литрлік банка болса, онда 15 литр кетеді ғой. Онда 4-2 литрлік дейміз. Сосын қосу X жарты литрлік дейміз. Яғни білмейміз ғой. Осының барлығы неше литр болады? 30 литр болады. Енді 0,5x-на жүр тұра берсін. Мұнда 30 азайту 15, азайту 8. Сонда 0,5x тең. 30-дан 15 азайтсақ 15, 15-ден 8 азайтсақ 7. 7-ні 0,5-ке бөлсем, сонда x тең 14. Балар, мұнда 15 болды, 8 болды. Осыдан алдық. Оң жаққа өткіздік қой, азайту болды. Сонда барлығы 14 банка жарты литрлік екен. Төмендегі дене 1 сантиметрлік текшелерден тұрады. Қабырғалар 5 сантиметр болатын текшені құрастыру үшін тағы қанша 1 сантиметрлік текшелер қажет дейді. Енді қараңыз, мынау мысалы былай құрастыру үшін мен бүйтіп суретін салып отыруым керек та. Немесе мынандай әдіс бар. Біз осы 5-5-тен болатын болса, былай бесеу, былай бесеу, жаңағыдай неден болатын болса, 5 кубиктан, кішкентай кубиктан былай бесеу. Онда барлығы қанша кубик болады, білесіз ба? Ол 5 көбейту 5 көбейту 5. Яғни барлығы 125 кубик болады екен. Яғни былайнан есептейтін болсақ, бесеуден. Түсінікті ғой, Енді қараңыз. Сонда мына жерде де сондай. Сосын мына жерде де арғы кете береді. Енді 125 екен, бірақ мына жерде қазір қанша бар бізде? Вот соны санай салайық. Бірінші 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 бір қабаттан 8 штук бар. 2 қабаттан 1, 2, 3, 2 қабаттан 3-ке көбейтіп жіберем 6 болады. Потом 3 қабаттан 1 бар. Сонда 8 қосу 6, қосу 3 бізде болады 17. Енді бізге 125 болу керек барлығы. Сондықтан 125-тен 17-ні істейін, азайт бізден. Сонда 118 шығады екен. 125 қайдан шыққан түсінікті ғой? Яғни былайнан бесеу, былайнан бесеу болу үшін барлығы 125 кубик болады екен. Суретте текшенің жайылған түрі көрсетілген. Онда тек сандар жазылған 1 және 2. Қалған сандарды 3, 4, 5, 6 кез келген қарама-қарсы 2 беттегі сандардың қосындысы 7 болатындай етіп орналастыр дейді. Енді қараңыз, қарама-қарсы деген жалпы есептерде, кез келген есепте, есептің шартын түсінсек, біз есептің жартысын шарттық деген сөз. Мысалы, бізге мынандай кубик берілсін. Осы қарама-қарсы дегенді бұлай шартын түсініп отырмыз бекен. Осы маңызды. Мысалы, мұнда 2 деген сан болса, ол қарама-қарсы деген, осы төбесінде тұр ғой 2. Ең астында деген сөз, ол 5 болу керек. Сонда 2 мен 5-тің қосындысы 7 болады. Мына жер мысалы 3 болатын болса, мына жақ беті, мына беті, 3 беті, оң жақ беті. Онда сол жақ беті 4 болады деген сияқты. Енді қараңыз, мынау 2 болатын болса, оған қарама-қарсы беті мына жер болады, ол 5. Енді осындай 5 болатын бізде неше нұсқа бар? Так, келмейді. Енді 1-ге қарама-қарсы деген қай жақ ол? Через болады ғой, біреуін таста кетеді де келесі. Мынау 6 болу керек. Сонда ол нұсқа бізде С екен.